Ал енді бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман жамағаты, мұхтарам жамағат, енді міне бүгінгі күнде осы ауыз ашарға келіп отырған қадамдарыңыз Алла тағала сауаптан жасын, ниеттеріңіз қабыл етсін, оразаларыңыз қабыл етсін. Осы қасиетті айдың міне ортасына да келіп қалдық қой. Пайғамбарымыздың өсиеттерінің бірінде де айтады ғой, саллаллаху алейхи вассалам, ораза айының алғашқы айы бұл жаңағы кешірімділік дейді, рақымдылық дейді. Ортаңғы он күні бұл кешірімділік дейді. Соңғы жаңағы он күнігі бұл жаңағы тозақтан құтылатын жаңағы бір неме деп келеді. Енді әртүрлі берсе де келеді бұл хадисте. Бірақ та айтайын дегеніміз, енді барынша осы 30 күн бойы Аллаға итағат етіп, 5 уақыт намаздарыңызды оқып жатсыздар, тараух намаздарына барып жатсыздар. Таң арты кеш батқанға дейін осы Алланың ризалығы үшін ауыздарыңызды бекітіп, осы оразаны ұстап, Алланың ризалығы үшін осы күнге жеткізген Аллаға да шүкір болсын. Енді міне бүгінгі күнде осы міне Ербол ағамызбен осы міне апайымыздың шаңырағында міне осы ауыз ашарда бас қосып отырмыз. Енді бұған да бірден бір себеп, енді өткен жылы білесіздер, бәріміз үлкен бір қайғы болып, бұл отбасыда осы міне Анел қарындасымыз марқұмның негізі бүгін туылған күн екен де, осы дүниеге келген күні. Бір жағынан осы қарындасымызды еске алып, егер Алланың жазуына енді қарсы келе алмаймыз. Қарындасымыз бұл өмірде болғанда қазір 21 жасқа толушы еді негізі. Бірақ енді амал жоқ, енді бұл қу сұм ажал алып кетті дейді ғой. Бірақ та енді ары қарай енді өмір жалғаса береді. Енді қарындасымыздың Алланың басына салған жасы солмай, енді белгілеп берген жасы сол болу керек. Енді ол балалардың артынан, енді тек қана артынан құрандарымызды оқимыз, дұғаларымызды жасаймыз жаңағыдай. Бұл енді бұндай енді ауыр жағдай еш жерде қайталанбасын. Үйлеріңізге Алла тағала енді сабырлық берсін. Бірақ енді бір жыл өтсе де, ол енді көп адамға енді әрине ауыр. Бірақ та енді қазақта сөз бар, өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Біз енді сол осы марқұмдарды еске ала отырып, Құран хатымызды бағыштап, Құранымызды оқыған кезде әлбетте Алла тағала сауабын сол бағыштайтын адамдарға жеткізеді. Енді о дүние деп айтамыз ғой, барзах әлемі. Бір адамдар сенбей жатады, қазір бір адамдар сеніп жатады, бірақ түбі әлем келгенде бәріміз Алланың алдына баратын жеріміз сол, конечная остановка дейді ғой. Әлем келгенде қанша не болайық бұл өмірде, бірақ уақыт келгенде бізде сол кісілердің қатарына барып қосыламыз. Енді әзірше Алланың берген өмірін бәріміз жасап жатырмыз, жасай берейік, енді аман есен болайық. Енді сол осы қарындасымыз бүгінгі осы оқылатын Құран хатымыздың сауығып жетіп, аруағы риза болсын. Сол қасында болған балалар да бәрі енді марқұмдар жандары жаннаттың төрінде Алла тағала шалқытсын. Енді адам өмірден өткеннен кейін де аруақтар әлемінде ата бабалардың аруақтарымен бірге кездеседі дейді ғой. Өзінің ата бабаларының аруағымен кездесіп жандары жай тапсын енді. Енді Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Рахмет, дәм татқызып шақырып жатсыздар. Алла риза болсын. Енді келесі Рамазан айына 4 құламыз сөр, аман есен жете берейік. Роббана мина фағфирлана вархамна. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامات القرآن وشرفنا بشرفات القرآن والبسنا بخلعة القرآن Жаратушы Алла, Раббымыз Аллах Тағала осы бүгінгі қасиетті Рамазан айының осы кешінде, осы шаңырақта, осы дастарханда оқылған Құран хатымы болған сауапты арнайы Құран сүрелері болған сауапты. Амин. Бүгінгі осы дастарханда қол жайып отырған барша ағайын туған туыстарына Амин. құдаларымыздың аруақтарын Амин. арнайы ата-бабамыз рухына, Амин. әкелеріміз Милләт Малдыбай рухына, Амин. қарындасым Мәдинаның рухына, арнайы әнел қызым рухына бағыштадық. Амин. Жаратушы Алла, Раббымыз Аллах Тағала осы жоғарыда аттар аталған, аттар аталмаған марқұмдарға, ата-бабаларының рухтарына және де осы хатим иесі арна Ербол қызы Әнел қарындасымыз рухына бағыштаймыз. Жатқан жерлерін жайлап, жандары жаннатта, топырақта торқа, алдын пейіш, артын кейін шетуір я Раббана Карим. Осы қасиетті Рамазан айында оқылған Құран хатымыздың сауабын беріп, Алла Тағала сауабын жеткізіп, қабірлерін кең Құран нұрымен нұрландырғайсың, Раббана Карим. Оқылған осы Құран хатымыз басарына көлеңке, ауыздарына сусын болды нәсіп ет, Раббана Карим. Бұл өмірде біліп білмесең қателіктер болса кешіріп өз рахметін алайсың, Раббана Карим. Қияметтің күні пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның ақ туының астында жиналып, өзіңнің уәде еткен жәннатына кіруін нәсіп ет, Раббана Карим. Аллах Тағала оқыған Құрандарымызды, дуа тілектерімізді кем-кетіксіз риясыз қабыл ете көр. Аллах Тағала осы шаңырақ иелерінің бүгінгі жайып жатқан дастархандарын, беріп жатқан ауыз ашарларын, оқытылып жатқан Құран хатымдарын қабыл ет, Раббана Карим. Өмірлеріне береке мен жақсылығын бергейсің, Раббана Карим. Келесі Рамазан айларына аман есен төрт құбыламыз түгел жақсылықта кездесулерімізді нәсіп ет, Раббана Карим. Аллахумма гфирли вархамни вахдини вафини варзуқни. Алланың рахметі пайғамбар шарапына нәсіп болсын. Берахмет ора. Аллах. Қабыл болсын. Ал енді құрметті жамағат, құрметті мұхтарам жамағат, Алла Тағала ниеттерімізді қабыл етсін. Астан алып отырыңыздар, сауап болсын. Осы аруақтарға сауап тие берсін. Енді жалпы Құран хатым оқылғаннан кейін сол дастархан өзі бір әдебі ақысы бар екен де, бір кішкене Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айту. Бұл енді дастархан ақысы, енді қысқаша айтқанда уағыз ғой, біраз кішкене көп сөз болмай. Қазір қасиетті Рамазан айының осындай ауыз ашарлар дастархандарында, кеше отырыстарда негізі уағыз айтылу керек екен, негізі міндетті түрде айтылу керек екен. Енді Алла Тағала, енді біз мұсылман болғаннан кейін осы Құранды басшылық аламыз. Осы Құранда Алла Тағала бізге не деп бұйырады, осы мұсылмандарға біз соған бойсынып, соған амал жасауға тырысамыз ғой. Екіншіден осы пайғамбарымыздың өсиеттері бар, саллаллаху алейхи хадис деп аталады. Кейіннен осы өзіміздің ата-бабаларымыздың жолы, сара жолмен енді әрбір мұсылман адам осы қазақ еліндегі, осы мен Қазақстанға қасаймыз, жүруге тырысамыз. Құранда Алла Тағала айтады ғой, «Вама холяқтул джинна вал инса илля лиябудун» дейді. Мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді Алла Тағала. Кейбір адамдар сұрақ қойып жатады, жалпы енді осы өмірге не үшін келдім мен деп жауабын таба алмай жатады да. Енді мысалы әркім өзін, мысалы 1000 адам болса 1000 түрлі ой болады да, ол енді әркім өз немесімен ойлайды. Бірақ осы сұраққа Алла Тағала Құранда жауап
беріп қойған екен да, не үшін келгенімізді. Мына Абай атамыз айтады ғой, бір жақсы сөзі бар. Адам қайдан келгенін, ертең қайда баратынын ойламайтын болса, онда ол адам бақытсыздыққа ұшырайды дейді. Бұл өмірге не үшін келгенін, қайдан келгенін және қайда баратынын ойланбайтын адам болатын болса, ол адам негізі нағыз бақытсыз адам деп Абай атамыздың осы аятқа қатысты айтылған сөзі бар екен. Енді біз құлшылық деп айтып жатамыз, енді бір жерде 5 уақыт намаз деп айтамыз, енді ораза деп айтамыз. Бір кісілер бір адамдарға неге намаз оқымайсыздар, намаз оқу керек деп айтып жатады. Бір кісілер енді неге аузын бекітпейсің, ораза ұстау керек қой деп ақыл айтып жатады. Енді оның бәрі ең бірінші жалпы мұсылмандық ислам діні өзі 5 негізге құралып негізделген ғой. Ең бірінші осы иман. Енді Аллаға шүкір иман бәрімізде бар ғой. Осы қазақтың енді көбі мұсылман, ата бабаларымыз да мұсылмандық жолын ұстанғаны ол тарихтың өз куә. Бірақ қазіргі уақытта мына әлеуметтік желілерде осы мұсылманшылықты жоққа шығарып, бұл мұсылман дінін жау қылып көрсеткісі келетін қазақтар қазір көбейіп жатыр күннен күнге. Тәңіршіміз деп атап жатыр. Әртүрлі атпен қазір бұлар шығып жатыр да. Енді бір жағынан іріткі салып жатыр. Жалпы енді Құранда Алла тағала айтады, бұл іріткі салу осы жамағат арасына, ел арасына іріткі салу, бұл адам өлтіруден де күнәсі ауыр деп келеді. Бұл мысалы елдің тұтастығы, елдің тыныштығы, бұл ең соған жететін негізі нәрсе жоқ. Ол бейбітшіліктің, өз шариғатта да, мұсылмандық дінде де айтады. Бұл өмірде бейбітшілікке жететін нәрсе жоқ негізі. Қазір қарап болса ғана тура Рамазан айында соғыс бірін-бірін қазір атқылап жатыр ғой. Кеше біздің өз қазақтарды қайта алмай жатыр да, не? Меккеден де қайта алмай жатыр, Дубайдан да қайта алмай жатыр. Аяқ астынан соғыс болып кетті. Бұл да енді бір жақсы нәрсе емес, бірақ мен өзім енді ойлаймын, бір жағынан біз осы мемлекетте тұрғаннан кейін, осы Қазақстанда қазір Аллаға шүкір бейбітшілік өмір, соны бағалай білу керек те. Ал қалғаны адам еңбектенсе, жұмыс істесе, ол қолай істесе, ол бәрі болады, иншалла. Бірақ осы бейбітшіліктің негізі қадірін білу керек екен. Бұл бейбітшілік деп айтқан кезде, мына алғаш кезде, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді әкелген кезде, осы ең бірінші осы мұсылман дініне қарсы болған сол арабтардың өздері болған. Ол қазақтар, немесе тәжіктер, өзбектер келіп қарсы болған жоқ. Сол қарсы болған арабтардың өздері. Қазір мына кісілер айтып жатыр ғой, арабтың ертегісін айтып жатыр, бұлар араб құлдар, жаңағы арабтың нәрсесі, бұл арабтың дәстүрі деп. Бұл мұсылманшылықта келген нәрсе ешқандай арабтың дәстүріне қатысы жоқ негізі, біле білсеңіздер. Бұл Алланың таңдаған жері, сол Мекке жері, қасиетті Медина жері, сол Алланың таңдаған жері болып есептеледі. Сонда осы мұсылманшылық дінін пайғамбарымызға ең алғаш әкелген кезде сол қарсы шыққан арабтардың өздері сол Мекке қаласының шаһарының жаңағы әкімдері деп айтамыз ба, сол заманның министрлері деп айтамыз ба, солар қарсы шыққан ең бірінші. Және де сол заманда ол арабтар мына Алланы жоққа шығармаған. Бізде қазір атеизм деген нәрсе қазір қайтадан дамып жатыр ғой қазақтардың арасында. Бірақ неге ол тарихты оқитын болсақ, осы Меккенің Құрайш руынан сол мүшриктер деп айтады. Мүшрик деген сөз көп құдайшылдар деген мағына білдіреді екен де. Пайғамбарымызға ең алғашқы қарсы шығып, алғашқы мұсылмандықты қабылдаған адамдарға қинап, азап көрсете бастады. Дінінен қайтасыңдар деп. Болмаса өлтіруге дейін барды. Мысалы ең алғашқы шахид деп қазақта шейіт деп айтамыз ғой. Мұсылман дінде ең алғаш шейіт болған ол әйел адам екен да, негізі осы ислам дініне келгенде. Біз қазір мына көп жерде әйел адамның негізі дәрежесін түсіреді деп келеді, олай емес. Мұсылманшылық негізі әйел адамның дәрежесін ең жоғары көтеретін дін біреу ғана жер бетінде. Егер олай болмаса, мұсылманшылық дінді айтпаушы еді. Жәннат аналардың табанының астына деп айтпаушы еді, әйел адамдар көтермесе жоғары. Сонда тарихты қарайтын болсақ, ең алғашқы шахид болған адам ол әйел адам. Мұсылман діні үшін жанын құрбан қылған осы әйел адам екен тарихта. Ол Сумайя деп келеді. Аммар ибн Ясир деген үлкен сахаба болған, соның анасы. Соның көзінше өлтірген. Жаңағы кәпірлер дейміз ғой, Мекке мүшриктері. Ол кезде мұсылмандар алғаш кезі әлсіз болды, көбін осы қамап, жаңағы ең алғашқы қарсылық көрсеткен осы арабтардың өздері болып келеді. Бірақ та Алла тағала соның өзіне де қарамай мұсылмандар көбейе берді. Тіпті мына қазір еврейлер дейміз ғой, сол заманның өзінде еврейлер сол Мединада тұрғанда, мына пайғамбарымыз одан Меккеден Медина көшті, сол қысым көрсеткеннен кейін. Сонда мына Мединада Абдулла ибн Салам деген үлкен бір жаңағы еврейлердің арасында бір оқымысты адам болған. Абдулла ибн Салам дейді. Ол мына еврейдің дінінде мына Тәурат қой, Библия дейміз, олар синагога неме деді ғой. Сонда сол жаңағы тағы да дін басылары айтады, біз сені, ей Мұхаммед дейді, біз сені қазір арамызда ең ғалым,
ең тура дінді жақсы білетін, сонымен кездестіреміз. Сен егер осыдан жеңілсең, сен онда өтірік пайғамбарсың дейді. Мынау сен егер жеңетін болса, онда сен мойындаймыз деп. Осылай келіседі. Сонда келісетін уақытын бәрін белгілеп келген кезде жаңағы дін басы жаңа кездестіреміз деген. Сол пайғамбарымыздың үйін, наоборот, сол жаңағы отырған жерінен атып шығады. Сонда соның алдында пайғамбарымыз айтады, сол сендердің айтқан осы Абдулла ибн Салама деген, егер ол мұсылман болды десем, сендер иман келтіресіңдер ме дейді. Сонда жаңағы еврейдің бастықтары күліпті. Сен бізге бір фантастический нәрсе айтып тұрсың да, ол мүмкін емес. Сен сиқыршысың ғой, Мұхаммед. Сен халықтың бәрін бөліп алсың. Сен сол заманның тілімен айтқанда экстремистсің. Сол заманда сен террористсің деген сияқты кетті сол заман тілімен. Ол мүмкін емес. Бұл ең үлкен ақылды адам деген кезде. Сонда Абдулла шықшы деп айтады. Жаңағы немеден шыққан кезде ана еврейлер көреді. Ана сол Абдулла ибн Салам айтады, мен жаңағы куәлік беремін, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі деп. Жаңағы сол Абдулла ибн Салама мұсылман екенін көрсеткен кезде еврейлер жаңағы жерде шокта болып, сен біздің ең ақымақ адамның ақымақтың ұлы деп бірден бас ашып кеткен екен содан. Көрдіңіз ба? Сонда осыны негізі айта берсек оқиғалар көп. Содан мұсылмандар мен осы Құрайш дейміз, жаңағы арасында Бадыр деген соғыс болады. Осы Рамазан айында болған екен ол соғыс. Сахабалар ол кезде ауыздары ораза, жаңағы мұсылмандардан 300, тарих қой бұл, 314 адам, жаңағы көп құдайшылдардан 1000-ға жуық адам болады. Сонда мұсылмандар жеңген. Ауыздары ораза болып, сол кәпірлер жеңген екен де. Бірақ бір шама уақыт өткенде Худайбия деген келісім болады. Сол Меккенің шонжарлары мен жаңағы мұсылмандардың арасында 10 жылға дейін бейбітшілікке жаңағы қол қояды. Соғыс болмайды. Мұсылмандар діндерін өздерін тарата берсіңдер, бірақ біз жаққа келмейсіңдер, бірақ бейбітшілік, соғыс болмайды деп. Өйткені оған дейін көп соғыс болды араларында. Сонда жаңағы сахабалар деп айтамыз ғой, негізі ең қасиетті адамдар ғой, әулие адамдар. Сол кісілердің көздерінен жас келіп өте қатты қуанған екен, осы бейбітшілік деген кезде. Сөйтсек, бұл бейбітшілікке жететін, бұл жер бетінде ешнәрсе жоқ негізі. Таңертең тұрдыңыз, адам ұстап шайыңыз ішіңіз, аузыңызды бекіттіңіз, жұмысыңызға барыңыз, бала шағаңыз қасыңызда, ешқандай соғыс не жоқ. Бұл Алланың берген niғметі. Пайғамбарымыздың өсиетінде айтады ғой, адамдар осы екі нәрсені қатты бағаламайды дейді. Соның бірі денсаулық болса, екінші осы бос уақыт, бейбітшілік уақыты дейді. Осыны адамдар біз оказывается бағаламайды екенбіз негізі. Енді Алла сақтасын, бір қаңтардың өзінде көрдік қой, үйде мысалы үйден шалмаған кездер болды. Мына пандемия болған кезде үйден шалмай қалдық мысалы. Соның бәрі Алладан келген сынақ енді әлбетте. Бірақ та айтайын деген негізі осы Аллаға құлшылық етіп, жаңағы иман келтіріп, осы оразаңызды ұстап, жаңағыдай дуа тілектеріңізді оқып, енді қолыңыз бос болып жататын болса, тараух намазына барып қатыссаңыздар болады. Оразаның жаршысына да келдік, енді Аллаға 2 аптадан бұл да бітеді. Қазір айт намазына кейін білмей қаламыз. Ар жағымызда міне Алла қаласа мерекелеріміз, Наурыз мерекесі келіп жатыр, міне айттан кейін уже бір нәрсені бірге жатыр да, биыл солай болып тұр. Бұл да жақсылықтың белгісі шығар елімізге деп ойлаймын. Енді мына сөзім соңында мына Абу Бакр Кердер деген үлкен бір бабамыз болған. Абу Бакр Кердер, осы қателеспесем 18 ғасырдың аяғында өмір сүрген ол кісі. Осы үлкен бір ақын болды. Өлең жолымен мұсылмандық жолын талай жеткізген. Мына ол кезде ресейлік патша тұсына қарап тұрған заманда Ресейдің жаңа патшалығына көп сын айтқан адам болған. Осы ел үшін, жер үшін еңбегі сіңген өте үлкен бір Абу Бакр Кердер деп қарап көрсеңіздер болады. Сол кісі мына сүйінші деген бір өлеңі бар екен де, кейін ұрпақтарға арнап мен сүйінші сұрап кетемін деген. Сонда сол сүйіншісінде мына айтады екенлер, зор сүйінші айтайын мұсылман болып туғанға дейді. Ләббайка деп рухым хаққа мойын сұнғанға. Зекет беріп хажыға бар, айналмаңыз құрмалға дейді. Суын құйып құманға, намазыңызды қылып, бір Алладан тайынба дейді. Сол жаңағы өлең несіне қарасақ, мына зор сүйінші деген бір өлең екен де негізі. Мына ұрпақтарға, мына діни сарындағы осы Абу Бакр Кердер сияқты бабаларымыздың айтып кеткен өлеңдер көп екен. Оның бәрі мына қазір 5 ғасыр жырлайды деген кітап бар, 10 ғасыр жырлайды деген кітап бар. Соны алып оқитын болсаңыздар, мына бабаларымыздың мұсылмандық жолмен ұстанған көрініп тұр. Оның ешқай жерінде былай тәңір болған, тәңіршіл болыңдар деген мен тарихтан мен шыны керек оны өзім таптым да көрмесім де. Оның бәрі
тек қана осы аллаға қарсы келушілік немесе бұл ар жағында бір проекті деп айтамын ба, мына имамдарды да жаман қарсы көрсетіп отыр ғой, имамдарды да халыққа жау қарсы көрсетуге тырысып бағып отыр да, мысалы. Бірақ енді көп жерде сода айтып жатады бүйтіп, имамдар осы өліммен, тозақпен осы қорқыта беретін болды деп. Ол негізі бүйтіп қарайтын болсақ, имамдар тек қана Құранда айт деген нәрсені айтады. Негізі қорқытатын имам емес, қорқытатын молда емес екен. Қорқытатын Алла Тағала. Құранда айтады, мен сені дейді пайғамбарға, адамдарды қорқыту үшін және қуандыру үшін жібердім дейді. Осындай аяттар көп негізі Құранда келеді, 5-6 жерде келеді. Және وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Және сені әлемдерге рахмет түрінде, мейірім түрінде жібердік дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Енді сонда осы бабаларымызда бұрын осы совет үкіметінің өзіне де тығылып, ауыздарын бекітіп, осы тығылып намаздарын оқып жатыр. Міне жақында осы мешітте отырсам, бір Қытайдан бір келіншек келіпті, жаңағы апайы бар, жаңағы бір шұқталайыншы деп келген екен. Осы ол жақта мешіт бар, бірақ жолатпайды. Айт намазына үлкен 70-80-ге толған үлкен ақсақалдар ғана кіргізеді екен, мешітке жолатпайды екен. Сонда ішіп отырыңыздар менде. Сонда ана кісі айтады, түнгі сағат мына сәресі уақыты бар ғой, сәресі уақытында жаңағы сақшылар дейді, сол милициялары жүріп аңдиды екен. Кім ауыз ашты ма, ауыз бекітіп жатыр ма деп. Көрдіңіз бе? Ораза да ұстатпайды дейді. Намаз деген осы ұмыттық дейді. Мына Қазақстаннан біреу келсе, туыстарыңыз деп, тура тергеп дейді, не үшін келді, қандай нәрсе, не үшін сөйлестіңдер. Сөйтсе каждый үйге жаңағы камера орнатып бұл жақта. Камера дейді бәрі. Понедельник сайын Қытайдың туын көтереміз дейді, қазақтар айтады. В общем, былай режим болып кеткен ғой, былайша айтқанда. Сонда қарасақ, бір ол кісілерде енді бір қиындықта, былай қарасақ, бір сондай бір қиын нәрседе. Мына жақтар жақсы екен, тура қандай еркіндік, мешіттер бәрі ашық. Мен айтамын, апай, сол мешіттің қадірін де білмей жатыр ғой қазір адамдар. Біреулер діни фанатизмге түсіп жатады, діннің атын жамылып қазір экстремизмге кетіп жатады, сол діннің қадірін білмей жатыр. Ал енді құрметті мұсылман жамағаты, Алла Тағала разы болсын, аздап болса деген кішкене уағызымызды Алла қабыл етсін, сауаптан жазсын. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді, осы үлкен кісілеріміз аман болсын. Осы шаңырақта осы енді Алла Тағала тек қана бақыты мен берекесін берсін, жамандық болмасын, тіл көзден сақтасын. Барлықтарыңыз оразаларыңыз қабыл болып, келесі Рамазан айында 4 боламыз түгел, осы молда дастарханда кездесе берейік, аман есен, еліміз жертіміз аман болсын. Алла Тағала берекесін берсін барлығыңызға. Мына Чапайда бір кісі болыпты, мен естуім бойынша. Сонда Чапайда тасаттық намазын оқыған ғой, жаңбыр тілеу. Сонда сол кісіні 7 жылға соттап жіберіпті, бұрын совет үкіметінде. Атын ұмытпадым бір кісі. Солай болған ғой, дінге не болған, коммунизм болған ғой. Мысалы, қол жайғызбайды. Қазір кейбіреулер жоқ, қол жайғызуға болмайды деп қазір. Сол мысалы қадірін білмейді. Құдай жепші. Қожа апамыз бір ауыз сөз айтсын ораза айында. Жақсы күнде бір ауыз тілектеріңіз. Айтыңыздар қабыл болсын. Ораза қабыл болсын.